сендер қандай валютаны таңдап бірінші топқа отырдыңдар? Қанекей көрсетейікші? Жақсы балалар, енді бұл теңге қай елдің валютасы? Інжу айта қойшы. Теңге ол Қазақстан елінің ұлттық валютасы. Жақсы, отыра ғой. Ал балалар, екінші топ балалары, сендер қандай валютаға отырдыңдар? Доллар валютасын таңдап, екінші топқа отырыпсыңдар, өте жақсы. Ал кім айтады балалар? Доллар валютасы қай елдің валютасы? Айерке айта ғой. Доллар ол көптеген елдердің валютасы. Дүние жүзіндегі көптеген елдердің валютасы, өте жақсы. Ал үшінші топ балалары, сендер қандай валютаны таңдап отырдыңдар? Евро. Өте жақсы. Евро қай елдің валютасы? Кім айтады? Нармен айта қойшы. Евро Европалық одақтың бірыңғай валютасы. Жақсы балалар, өте жақсы жауап бердіңдер. Балалар, енді біз қазіргі сендердің ата-аналарын, өздерін, достарын, туыстарын қандай валютаны қолданады? Теңге. Өте жақсы. Балалар, неге біз осы сабағымызды валюталармен бастадық? Кім айтады? Кім айтады? Іңкар айта қойшы. Өйткені біз валюталарды отбасымызбен өмірде қолданамыз. Жақсы. Мұғалім, яғни біздің бүгінгі сабақтың тақырыбымыз отбасылық бюджет па? Өте жақсы, дұрыс айтасың Айша. Балалар, яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз отбасылық бюджет. Өте жақсы. Ал балалар, ендігі тапсырма сөздерді қалпына келтір дейді. Сендердің алдарында А4 форматында қате жазылған сөздер берілген. Сол сөздерді дұрысын тауып жазайық кәнекей. Жақсы балалар, бірінші топ балалары сендерде қандай сөз шықты? Қандай сөзді таптыңдар? Кіріс. Кіріс дегеніміз не балалар? Кім айтады? Кіріс дегеніміз не? Амина айта ғой. Менің ойымша кіріс дегеніміз отбасыға келіп ақшаларды кіріс дейміз. Жақсы. Кірістің анықтамасын айттық. Жақсы. Екінші топ. Сендерде қандай сөз шықты? Шығыс. Шығыс дегеніміз не? Есімізге түсірейікші кәнекей. Анықтамасын кім айтады бізге? Альмира айта қойшы. Менің ойымша шығыс дегеніміз отбасының жұмсалып жатқан ақшаны шығыс дейміз. Жақсы. Үшінші топ. Сендерде қандай сөз шықты? Бюджет. Бюджет дегеніміз не? Есімізге түсірейікші кәнекей. Анықтамасын кім біледі? Диляра айта қойшы. Менің ойымша бюджет дегеніміз ол үйге кіретін табыстар және шығындарды есептеу. Жақсы, табыстар мен шығындарды есептеу. Жақсы. Өте жақсы балалар. Ендеше балалар, назарларын тақтада болсын. Балалар, отбасылық бюджет бізге нешеге бөлінеді дедік? Екіге қандай тұр? Кіріс, шығыс. Өте жақсы балалар. Ендеше сендердің алдарына қазір тапсырмалар беріледі. Балалар, бірінші топ балалары, сендер отбасыға кірістер, яғни қаражат отбасыға қайдан келеді? Соны жазамыз. Тезірек жаза қойыңдар. Екінші топ. Отбасының шығыстарын жазамыз. Яғни отбасының қаражатын біз қайда жұмсаймыз? Соны жазамыз. Ал үшінші топ балалары, сендерге 5000 теңге берілген. Сол 5000 теңгені жеткізіп, өз қажетіне не керек? Соларды жеткізіп жазыңдар. 5000 теңгеден асып кетпеу керек.
аяғына қыз басқа түрлері келеді. Қаражатты біз айтболға төлеуіміз мүмкін, әкеміздің көлігіміз сынып қалса төлеуіміз мүмкін, және ауырып қалсақ дәрі-дәрмекке төлеуіміз мүмкін. Біз 5000 теңгені допқа 1000 теңге, мектеп құралға 1000 теңге, және жемістер 1000 теңгеден азық-түлік деңгейге жұмсалды. Жақсы оқушылар, отбасы кіріс шығыстары және кірісті үнемдеу туралы айтып шықтыңдар. Келесі тапсырма сендердің алдарында А4 форматында сөздер берілген. Сол сөздер арқылы бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Біз білімді ұрпақ, денсаулықты қолдаймыз. Отанымызға адал еңбек етеміз. Адалдықты сүйеміз. Ата-ананың еңбегін бағалаймыз. Балалар, бүгін сабағымызда біз отбасының бюджеті туралы айттық. Ата-ананың еңбекпен келген ақшасын үнемдеп жұмсап, ата-анамызға адал болу керек. Әрқашан еңбегін бағалайық балалар.